Рудный қаласы, Бейімбет Майлин атындағы номер 7 мектеп гимназиясының 8 сынып оқушысы Парахатова Жаннұр. Мұқағали Мақатаев, Қара өлең. Қалқам, мен Лермонтов, Пушкиндемін. Есенинмін демедім ешкімге мен. Қазақтың қара өлеңі құдіретім, онда бір сұмдық сыр бар, естілмеген. Жат жерді жастанғанда жазатайым, қанымен жазды мүмкін ағатайым. Қасиетіңнен қара өлең айналайын, қазақтың дәл өзіндей қарапайым. Түзу-түзу тілінген таспадайын, қамшы өремін таспадан басқадайын. Қаламасаң қамшымды аулақ жүргін, қарашайдың есігін ашпағайын. Түзу-түзу жыртылған аңыздайын, аңызыма неген әр тамызбайын. Қара өлеңі қазақтың қаза болса, қара көзден неге қан ағызбайын. Ізден пасық менің де бар өнерім, будан жасап бидаймен тары кемін. Қазан миым бәрінде қайнатады дара ғой қазақтың қара өлеңін. Ақынмын деп мен қалай айталамын, халқымның өз айтқанын қайталадым. Күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кей-кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Түтін түтет, өсірбі көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадыңда ұста, жақсылық күтпегейсін, от емес, оқ сұрасам менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратар ма? Үш күн нұрын төгеді аспанынан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатау.